Ассалаумағалейкум құрметті миллионерлер, сіздермен бірге мен Зе Құлынбек трейдер арнасы. Бұл видеоға лайк, подписка, комментарий жазып, достар, от души қолдап отырайық. Бұл жаңадан басталып жатқан канал, трейдерге арналған, сол себепті от души қолдауларыңыз керек. Ал біз бастаймыз. Достар, бүгін біз бинарный опционда сауда жасайтын боламыз. Бұл сауданың барлығын мен бандикам арқылы алдына жазып қойған болатынмын. Өкінішке орай мен прямой эфир қазір түсіре алмай жүрмін. Себебі бізде үйде бала бар. Бізде бала уже 5 айдан асып келе жатыр. Әйелім тамақ істейді, үй жинайды, күнде бір нәрсе істеп жүреді. Сол кезде мен баланы ұстап жүремін. Баланы жалғыз қалдыруға өте қауіпті, себебі алдында біз бір отыратын не бар. Отырысып қойған кезде кәдімгідей жанында отырған өзінде кәдімгі құлайын деп, не істейін деп сөйтіп ұстап отырасың былай айтқанда. Сол себепті мен видео түсіріп отырған кезде әйелім баланы ары бері жүріп, қыдырып деген секілді жүреді. Сосын барып үйге жұмыс бастаған кезде маған береді, мен ұстап жүремін. Сол себепті ұстап жүрген кезде видео түсіру мүлдем мүмкін болмайды. Сол себепті ол жағынан сіздер түсінесіз деген ойдамын. Ал біз қазір жоғары қарай сделкаға кірген болатынбыз. Қазір біз сигналымыз плюс болды ма немесе минус болды ма, сіздерге бірнеше минуттан кейін қайтып оралатын боламын. Достар, сигналдың аяқталуына бір 10 секундтай уақыт қалды. Бізде әзірше ойдағыдай келе жатыр, бірақ опасный ситуация. Мынаяқта кішкене сигнал кідіріп қалды. Бірақ бізде бұл сигналымыз қуанышқа орай плюспен аяқталды. Ал достар, мен қазір тағы бір сигнал көрдім. Мынаяқтан көріп отырсаңыздар, бізде төмен қарай тренд болған. Бірақ соңғы осы несін қараған болсаңыздар, ақырындап уже уровень бойынша бізде пробитие болып жатқан сияқты. Мен осылай ойлаған болатынмын. Себебі осы линия бойынша бізде уже ақырындап жоғарғы пробитие болып жатыр. И менің ойымша мен жоғарғы арғы пробитие болады деп кірдім осы жерден. Енді көреміз, мен дұрыс таптым ба, дұрыс таппадым ба. Қазір сіздерге бірнеше минуттан кейін қайтып оралатын боламын. Достар, сигналның аяқталуына бірнеше секундтай уақыт қалды. Біздің сигналымыз осы маңайда тұр. Бұлай плюс болатын еді, жоғарыға шығатын болса, бірақ мынаяқта өкінішке орай міне көріп отырсаңыздар минусқа кетті. Сол себепті біздің бұл сигналымыз бізде минус жабылды. Мен қазір сіздерге бұл сигналға не себепті кіргенімді қысқаша көрсетіп жіберейін. Не себепті мен мынаяқтан жоғары кірдім. Енді қараңыз достар, мынаяқта мен не себепті жоғары кірдім десеңіздер, бізде мынаяқта міне тренд кетіп бара жатты. Жоғары жақтан осы уровень бойынша жақсы отработка болған. Мынаяқтан бізде ложный пробитие болған. И мынаяқтан тоже ложный пробитие, скорее всего, болды. Мен ойымша, себебі мен мынаяқтан жоғары кірген болатын, минусқа кетті бізде. Мен мынаяқта не себепті жоғары кірдім десеңіздер, мен былай ойладым. Бізде уже мынаяқтан ложный пробитие болды. Бір рет болды и төмен кетіп қалды. Одан кейін екінші рет ложный пробитие, скорее всего, біріншіден болмауы мүмкін, екіншіден мынаяқтан бізде уровень міне жоғары тірелді и потом барып арғай жоғары кетті. Жоғары кетті, потом барып мынаяқтан уровеньге қайтып келді да, осы уровеньнен тағы жоғары кетуі мүмкін деп ойлаған болатынмын. Бірақ мен ойлағандай болған жоқ, ары қарай уровень төмен кетіп қалды. Сол себепті бұл жақтан мен минусқа жабылдым. Ал біз қазір басқа сигнал іздейтін боламыз. Сол себепті қазір сіздерге бірнеше минуттан кейін тағы қайтып оралатын боламын. Достар, мен тағы бір сигнал таптым. Қазір осы сигналға жоғары кіретін боламын. Мынаяқта мен коробка көрдім. Одан кейін бізде жоғары жақтан төмен қарай выстрел болды. Мынаяқтан бізде төмен қарай выстрел болды. Оның алдына қарасаңыздар, мынаяқта бізде жақсы уровень тұр. По идее, достар, коробка болған кезде бізде алдыңғы жақтарда жақсы уровеньдер болу керек. Сол кезде коробка бізде жақсы отработка болады. Міне мынаяқта мен жоғары кіреді деп, осылай қазір жоғары кіретін боламын. Міне осы жақта мен $4 жоғары сигнал аштым. Енді қазір күтетін боламыз. Достар, сигналдың аяқталуына бірнеше секундтай уақыт қалды. Бізде қазір жақсы отработка жасады біздің коробкамыз. Енді бізде бұл сигнал тоже плюс болды. Сонымен достар, мен осымен сигналымды аяқтайтын боламын. Бізде 2 плюс 1 минус. Бізде қателеспесем табысымыз бағана бізде $4-дан $3,5 түсті. То есть $3,5, $3,5
6 доллар, 2 доллар, примерно 4-5 доллар бізде бүгін плюс. Мен достар, осылай өзіміз сауданы аяқтайтын боламын. Депозитіміз ақырындап өсіп келе жатыр. Алдағы уақытта Құдай қаласа 100 долларға жеткізетін боламыз. Бұдан барып 100 долларын ары қарай тағы да асыратын боламыз. Құдай қаласа, может тағы вывод жайлы видеоны түсіретін боламын. Достар, егер интернет бар бойынша сауда жасаларыңыз келсе, бүкіл сілтеме астына өтіп, регистрация жасап, там верификация өтіп, осы жаққа криптовалюта арқылы толтырып, менде ол жайлы видеом бар. Сосын барып сауда жасаңыздар болады. Алдағы уақытта достар, егер спрос ақырындап көбейетін болса, менде жабық чат ашу жоспарда бар. Осы трейдинг бойынша. Сосын барып өзі біз барлығымыз бірге отырып, осы бинарный опцион бойынша сауда жасайтын боламыз. Менде жоспар бұл жағынан тоже бар. Сіздермен болған мен Зе Құлымбет трейдер арнасы. Барлығымызға чики-пау. I lay down and I play dead and I stay dead. Baby, you'll get sick of being